Kızlar, bugün Kazakistan'dan gelen etle 5 parmak yaptık. Bize asp olsun. Sizleri seviyorum. Бүгін менің түрік отбасыммен көптен күткен Қазақстаннан келген етпен бірге қазақтың 5 бармағын дайындадық. Етімізді асып, қамырымызды жайып, осылай бірге столды жасауға кірісіп кеттік. Чапқын құсымыз да бізге бір жағынан көмектесіп, бәріміз бір қолдан етімізді астық. Міне етіміз осылай дайын. Исмайылдың келгеніне бір-ақ апта болса да Қазақстаннан етті қатты сағындып, еттің иісінің өзіне шыдамай иіскеп жатыр. Сорпамыз да дайын, ыстық және Қазақстаннан келген қымызымыз да бар. Міне осылай бәріміз столға жайғастық. Тахсин атамыз да еттің иісін алыстан алып келіп қалды. Çok güzel, elinize sağlık. Атама бірден еттің ыстық сорпасынан бердік. Ыстық сорпа өте қатты ұнады атама. Міне барлығымыз столға жайғасып, осылай бірден бастап кеттік. Çok beğendim kızım. Ben Kazakistan'dayken de beğenmiştim. Үйдегі барлықтарына 5 бармақ өте қатты ұнады. Ата-енемді менің қолымды сұрап Қазақстанға келген кезде 5 бармаққа тойған болатын. Міне сол күндерді еске алып, бәріміз керемет кеш өткіздік. Қасық вилкаларымызды шетке тастап жүріп, осылай сүйек мүжу жарысы басталып кетті. Міне джемда енеме олай мүжмейсің, былай мүжейсің деп өзінше мастер-классын көрсетуде. 5 бармақ дайындалып жатқан кезде ата-енем өздері мақтанайын деп туысқандары, көршілерді үйге қонаққа шақырды. Барлығына 5 бармақтан салып беріп дәм татқызды. Қазақстаннан келген еттің дәміне тәнті болған түрік туысқандарымыз қазақтың салт дәстүріне, етіне, дәміне, молшылығына таңғалып кетті. Бір күні болмаса бір күні біз міндетті түрде Қазақстанға келеміз деп шын жүректен тілектерін айтып кетті.